Сәлем достар, мен сіздерге бүгін өте дәмді, жұмсақ әрі пышный болып шығатын профитролидің рецептісімен бөлісетін боламын. Описанияның астына барлық керекті заттарды жазып кетемін. Бізге керекті заттар: қазір мен бір чашкаға су, сүт құйып, орташа отта қоятын боламын. Және де қазір жұмсақ сары майымызды осы сұйықтыққа салып, толығымен майымыз толық ерігенше араластыра отырып, орташа отта ысытатын боламыз. Сіздер бұл профитролиді кез келген нәрсеге қолдансаңыздар болады. Ішіне салма салсаңыздар да болады. Болмаса ішіне заварной крем, кез келген кремді қолдана отырып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей қыздар, менің майым осылай толық еріді. Енді қазір мен ұнды барлық бөлігін салып қамыр шығаратын боламын. Мінекей осылай жаймен араластырамыз. Мінекей достар, менде осындай эластичный жаңағыдай қамыр шықты. Өте жұмсақ, сондай қамырдың дайын болған білу үшін сіздің табаңыздың астында жаңағыдай көпіршіктер пайда болады. Сол кезде қамырдың дайын болғанын білуге болады. Енді осы қамырды мен бөлек құрғақ чашкаға салып алдым. Өйткені біз қамырды суытуымыз қажет. Осылай араластыра отырып суытсаңыздар болады, болмаса 15-10 минутқа қалдырып суытуға болады. Қазір жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаны қосу үшін біздің қамырымыз толығымен суы қажет. Мінекей мен бір жұмыртқамды жарып алдым, осылай қазір қосып жібердім. Енді жұмыртқаны біртіндеп сала отырып араластырамыз. Мінекей осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Тағы да жұмыртқамызды қосып, қолмен араластырсаңыздар да болады. Мінекей менде осындай жұмсақ қамыр шықты. Қамырдың құрамы андай бір клей сияқты ақырын ғана ағуы тиіс лопаткадан. Менде шамамен 6 жұмыртқа кетті. Сіздер көз мөлшерінде 5-6 жұмыртқа кетеді. Сіздер сол жаңа қамырды лопатканың көмегімен көруге болады. Енді осыны кондитерский мешокқа құйып, қазір табамызға профитролидің көлемін жасап, 180 градуста 35-40 минутта пісіретін боламыз. Мінекей мен осындай насадканы қолданамын. Сіздер кез келген насадканы қолдансаңыздар болады. Мінекей мен қазір осы насадканың көмегімен профитролидің көлемін жасайтын боламын. Осылай бірнеше бөлік жасауға болады. Мінекей қыздар, бізде осындай профитроли шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліңіздер.